Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті қымбаттылары. Қазақстандағы және әлемдегі болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. 11 жылын күресумен өтті. Төреғали Төреәлінің әйелі жазбасымен көпті жұлатты. Танымал әнші Төреғали Төреәлінің әйелі Толқын желідегі парақшасында әсерлі жазба жариялап, көпті жылатты, деп хабарлайды Өзгеріс инфо сайты. Кәусәрімнің 11 жасы құтты болсын. Анасының жүрегінен шыққан өлеңі. Құттықтауларыңызды қабылдаймыз. Жанымның сен шамшырағы. Туылдың 6 айыңда асық бәрі. Өмірге келе сала ауыр дертпен. Отбасын күресуде міне әлі. Ботамау жанымның сен шамшырағы. Қытайдың елінде өтті 5 жыл тағы. Дертіңнен айықтырам деп әкешің. Дабылдамай келеді жаным әлі. Құлыным 11 жылын күресумен. Қанша ота, қанша көзден жас төгілген. Тағдырға кейде жылап қынжыласың. Сұрағың қашан жүріп, қашан сөйлейм. Ботамау ата әженің тұңғыш тәттісің сен. Қайдан емі құнар деп әуреленген. Жанарыңнан көретін тауқыметті бізге бере салшы деп дұға еткен. Қасиеттің бар сенде Алла берген. Ғайыптың сырларынан ілім келген. Сүйіншілеп келесің отбасыңды. Сенімен әрбір күнім бақыт білем. Құтты болсын Кәусәрім 11 жасың. Құттықтаймыз халқыңмен дұға тілеп. Денің сау, армандарың орындалып. Сүйінші сұрайықшы, Төрештің Кәусар қызы жүріпті деп жазды ол жазбасында. Құрметті көрермендер, сізде осы видео астында тұңғыш Төреғали Төреәлінің тұңғыш қызы Кәусардың туылған күніне құттықтаулар жаза кетіңіз.